Barınızlar, ағайын қолдас, барыныздар жанкүйер, әз қолдас. Бүгінгі кеш әуеліміз бастайық, сайыста көңілменен қол соғайық. Біздерде ойын сауық басталады. Тамаша кит арқылы ән салады. Қошеметтеп қол соғып отыра алып, ұмытарсыз күні бойы шаршаған. Кешімізге қош келіпсіздер. Біздің бұл байқауға жиналып отырған мақсатымыз бүгінгі арайлы алтын байқауының көз ханзадасы мен ханшайым шығару. Аққудай әйтеріміз сұлу жанды, әр үйге шығады, жаңа сапты. Жан сұлу мен тән сұлу тепе-тең қылып, еріксіз өзіміздің қаратамызды отырған қатысушы жұрттарды шақырайық. Бақтай жұпар иісі аңқыған әли ханзада мен аяулы ханшайымды ортаға шақырды. Алтындай жарқыраған Ерасыл ханзада мен Нұргүл ханшайымды ортаға қошеметтеп шақырамын. Ақшадай байсыз Қадыр ханзада мен Әйгем ханшайымды ортаға қошеметтеп Менің аңқақтай жарқыраған Әли ханзада мен Айдана ханшайымды ортаға алтын көзге жарқыраған Диас ханзада мен Аяжан ханшайымды ортаға микрофон кім өнерші, кім мықты деп әділ-қазылар алқасымен таныстырып өтейік. Тәрбие ісі жөніндегі орынбасар Рахымжан Орысты кеңесіз. Орыс әдебиеті пәні мұғалімі Махамбетова Райхан Шакимова. Бастауыш сынып мұғалімі Жүнісова Рысгүл Орынбекқызы. Сайыс бағдарламасы жеті байқаудан тұрады. Таныстыру, өз өнерлерін көрсету, жанкүйерлер сайысы, күзгі сән үлгісі, күзгі көрініс үй тапсырмасы, күзгі тағам әзірлеу, қабырға газет сайысы. Әр топтың ханшайымдары ортаға шығып, әділ-қазылардың алдына жеребе салсын. Екінші
кезегін бір жалғасар. Ассалаумағалейкум барша халыққа. Өздеріне сәлем бердім жасмын. Кешегі бабалардың іздерімен иіліп сәлем бердім еркін ұлы қадырмын. Сәлем бердім мен күткен қауым жүрдім. Ыстық сәлеммен сізге өлкенде өлкеме. Құшақ жайып қарсы аламын сіздермен. Біріндағы бауырым. Әке шеше масақымды бағады. Өмір сүріп біз үшін сапалы. Әрбір үйдің баласы қуан сегіз. Осы емес пе өмірдің базары. Сәлеметсіздер ме? Омар Әйгерім аты жөнім. Ерке өскен бұл елдің бір гүлімін. Әкем серік, анам алматыр. Жүздерінен нұр тамып бақыт кешкен. Сұраса руым менің қанай деген. Байлықты Алла бізге бере салды. Сайыста жеңіс тілеп баршаңызға. Әділқазы арқасына мың сәлем. Жоғалды сіздің қызы мен боламын. Қорғалшын қара шаңырақ мекенінде. Туып өстім өркенде өлкесінде. Құстары көлдерінде сән береді. Балық аулау ол да бір қызық кәсіп. Кейбіреулері қояды ау қырғызып. Нағашы жұртым кенже қарабасы ой. Нағашыларым кедей болған емес. Қырындаға, біріндапа, үні ортасында еркесімін. Мен жыл мезгілдерінің қаншаймын. Басындағы тәжім көктем мезгілін білдіреді. Ал кеудемдегі сансыз көк гүлдер жаз мезгілін білдіреді. Етегімдегі ұсақ-ұсақ жапырақтар күз мезгілін білдіреді. Жанымдағы ханзадам, ол ер мінезді адамдардың қыз мезгілін білдіреді. Қазақтым деп мақтанам жырындырғандар ән саламаттарда мен оқушыларға үлкен сәлем күзгі баға келіп сазар қылшыны орын аламын деп талатынамын. Сәлем. Қайысқа шықтым бүгін сыныбынан орын алып басты мұрам. Руым қыпшақ отбасында үшіншімін. 9-шы сынып ерте ханзадасы боламын. Қарсыластарға сәттілік, көрермендерге тағы да көрермендерге сәлем бердім. Армысына көрермен сәлем бердім жалында. Алдымызға асыға күтіп тұр қызары бар. Амангелді алтын бесігім. Алтынай айтсам есім. Амангелді өнерден аштым өнерсін. Бұндықта мен ұрым айтар болсам менен. Амангелді де өмірмен аштым өнерсін. Әрқашан сақызының ақ ниетті жүрегі. Қарсыластарға ақ жолды сәттілігін тіледі. Яз қайрат ұлымын, биік менің тұғырым, биік менің тұғырым, мәжияса жалғасы, кенжесімін демештің. Аяжан Манарбек қызымын. Алтынымыздың ханшасы, үйдегі ерке ханшасы. Алдаңызға келдік біздер. Келдік біздер алыстан. Келдік біздер алыстан, өнерменен табысқан, қиындықты өткездік. Жеңеміз міне біз. Сондықтан Әділ қасы алқасы, өнерімізді әділ бағала. Алдамызда айтпақшы қанша қызбен ханзада. Көз ханзадасы ерасымын, үйден өшкен ұлымын, ата әже ана әкенің гүл шуағын ұғымын. Алтын мерекесіне келдік өткенде үйеліне, ялқау деп ойламаңыз, үйреткен әкем бәрінде. Ханшайымның ханзадасымын, күздің құпырған бақшасы, тамашалап бағалаңыздар, Әділқазы алғасын. Армысыңдар халайық, бармысыңдар халайық.
Kız yaşına şartlanıp kalayız. Atamın men жұлдызы, әжемнің мен құндызы, достарымның серігі, мен бір елігі. Есімім менің Нұргүл, жайқалған мен бір гүл. Тілегі анасының, шуағы әжесінің, тірегі ағасының, мен қазақ баласымын. Ассалаумағалейкум. Барлығыңыз басымыздан көрсетуге күшіміз бар әлде үлесімді жайқалар әсермеулі айнылы ал қазіргі құпыр тұрған қысына пайдана. Есігін тердің ашайын. Қасында тұрмай сөзады. Көңілдеріңізді істерге шанда, дайын ол шанда. Бесінші топ, сегізінші.
он саусақтан өнер тамған шебер болу керек ме? Өлең айтып, би билеп, жасап жатқан дикем. Өнерді көрсетші құрбыларым қанеки. Сөз береді жұптарымызға жетелер. Келесі байқау өнерді өрге жүзер.
4-5-4. Келесі тоғызыншысын. 3-4-4. Келесі 11-шысын. 5-5-4. Келесі топ. 6-шысын. 5-5-5. 8-шысын. 4-4. Соңғы 5-шысын. 5-5-5. Әр сыныптан бір оқушы жанкүйер. Жанкүйерлер, тоғызшысын. Аяжан. Қанша? 8-шысын. 9-шы сынып жанкүйер. Жанкүйерлерге жалпаша жазылады. Оқылған жалпаша дұрыстап оқу керек. Айтқазылар дұрыс. Айталу керек. 5-ші сыныпта. Арқада алда арқар бар, арқада қырық арқар бар. Қырық арқарда ақ арқар бар, алды арқада марқа арқар бар. Осыны айталу керек. Арқада қырық арқар бар. Қырық арқарда ақ арқар бар, алды арқарда марқа арқар бар. Оқыту керек қолына беріп. Мағынасын түсінсе болды ғой айтып беріп. 6-шысын. Әбдіреде әбігер әтеш отыр. Әбігер әтеш отырған. Әбдірені әжем ашып жатыр. Әбдіреде әбігер әтеш отыр. Әбдіреде әбігер әтеш отырған. Әбдірені әжем ашып жатыр. 7-ші сынып. 3 кіші ішек піштім, 5 кіші ішек піштім. Несе кіші ішек піштім. Іске тіл ілесе алады, тілге іс ілесе алмайды. 3 кіші ішек піштім, 5 кіші ішек піштім. Неше кіші ішек піштім. 8-шысын. Зура зурнада ойнайды. Зурнада бір ғана зура ойнайды деме. Зара да, зере де зурнада ойнайды. Зура зурнада ойнайды. Зурнада бір ғана зура ойнайды деме. Зара да, зере де зурнада ойнайды. Зурада зурна ойнайды. Зурада бір ғана зурна ойнайды. Тоғызыншы сынып. Бала бал арасын қуалады, бал арасы баланы қуалады. Бала арасын қуалады. Бала арасын баланы қуалады. 11-ші сынып. Шын темір шықпен шыланған шөпке шыдалған шалғысын шық еткізді. Шын темір шықпен шыланған шөпке шыдалған шалғысын шық еткізді. Шын темір шықталған шыңға шық етіп, оны шық.
жаңғырда кешеге арналған қолайлылықтары. Кешкі балға киетін құлағында, мойнында, қолында итмұрнынан жасалған әшекей. Денсаулыққа пайдалы. Басындағы бас киім жапырақтан жасалған. Оны қыс мезгілінде суықтан және жаңбырдан қорғайды. Және де бұл жапырақтан жасалған әшекей қазіргі ұл адамдарға киюге болады. Орындарына алыңыздар. Шіркін сурет сабағы ауылды еске салады. Мұң құбылдық бояймын туып өскен даланы. Қызыл бояу қызғалдақ, сары бояу сарғалдақ, жасыл бояу жайлау іздеп барар ауылым.
Жапырақтар теріп, жапырақты ойнайды. Жастардың кешкі уақытта кездесуі. Бұл біздің ауылымыздағы парктың маңы. Алла жазса 2012 жылы осындай орынды орналастырған. Али, шыңдасайшы. Bu жаққа келіңдер. Кел. Мен күзде келіп жетті. Осы күз мезгілінде жауған жаңбырмен сіздерге тілектер жазып, әсемдік, бақыт, ырыс, бейбітшілік, молшылық, денсаулық, береке тілейміз. Мынау ақ қайыр. Қуандырып біздерді, мерекелі күз келді. Кел жемісті алтын күз, кемел болсын халқымыз. Жетінші сынып, 5-4. Тоғызыншы сынып келесі. 4-4-4. 4-5-4. 4-4-4. 8-ci sınıf. 4-4-5. Gelirse 5-ci sınıf. 4-4-4. Әділ қазылар алғасын шақырайық. Ол кісілер дайын болғанша 7-ші сыныптың бе. Ағылшын ауылы. 4-1.